Сәлем, құрметті оқушы. A good night's sleep 88-ші беттегі жақсы түнгі ұйқы тақырыбы. Life is busy. Бұл мәтінде жазылмаған, оның жоғарғы жағында жазылып тұр. Біздің өміріміз дейді. Мектеппен, үй тіршілігімен, спортпен және де басқа іс-әрекеттермен толығып жатыр. Соған қарамастан біз жақсы ұйықтағымыз келеді дейді. Көп жұмысқа қарамастан. Енді мәтінге келетін болсақ, жақсы ұйықтау үшін 3 себеп бар. Бұнда жасөспірімдерге берілген кеңес. Сенің денеңе ұйықтау маңызды. Жасөспірімге жақсы ұйықтау маңызды ересек адамдарға қарағанда. Себебі сенің денең өсіп және миың дамып жатыр. Эксперттердің айтуынша жасөспірімдер 8 не 9 сағат ұйықтау керек. Ұйқы сені мектепте жақсы жүруіне көмектеседі. Егер сен шаршап жүрсең, сабағыңды жақсы түсіне алмайсың. Сабақ оқығанда қиындық туғызады. Ұйқы сенің денсаулығына пайдасын тигізеді. Жақсы ұйықтамасаң, сенің денің әлсіз болып жүреді. Сол себепті суық тиіп, немесе басқа да ауруларды жұқтырып алуларын мүмкін. Шаршаған кезде сен қанты көп тамақ жейсің, ал ол сенің денсаулығына зиян дейді. Төменгі жағында сары жолақтың ішінде сен білдің бе дейді. Жақсы ұйықтаған жасөспірімдерде қандай жағдай болады? Олардың әдетте терісі жақсы болады дейді, кожалары жақсы болады, зиянды тамақты азырақ жейді, депрессияға аз түседі дейді. Сол себептен құрметті жасөспірім, сабағында жақсы оқу үшін не істеу керек екен? Біз жақсы түнгі ұйқыны ұйықтау керек екен. Біз толыққанды 8 не 9 сағат ұйықтау керексіңдер. Келесі, бірінші тапсырмада сұрақ қойылып тұр. How many hours of sleep do you think teenagers need? Сенің ойынша жасөспірімдер қанша сағат ұйықтау керек? Мен жаздым. I think 8 or 9 hours teenagers need to sleep. 8 немесе 9 сағат ұйықтау керек. What can happen if you don't get enough sleep? Егер сен жақсы ұйықтамасаң, не болады? I can't concentrate at school. Мектепте жақсы оқи алмай қаламын. Have a cold, суық тигізіп аламын. Және де шаршаңқы болып жүремін. Get tired. Екінші тапсырмада бізде осы мәтін жайлы сұрайды. Мәтіннің мақсаты не дейді? Жасөспірімдерге ақыл кеңес беру ме дейді? Әлде жасөспірімдердің ата-аналардың шағымы жайлы ма дейді бұл? Мен ойлаймын, бұл ақыл кеңес деп. Сондықтан мен осыны таңдадым. True for advice. Үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер, осы мәтін бойынша дейді. Бірінші сұрақ, why do teenagers need more sleep than adults? Неге жасөспірімдер ересек адамдарға қарағанда көбірек ұйықтау керек дейді. Мен жауабым, себебі олардың денелері және миы өсіп келе жатыр. Сол себептен оларға ұзағырақ ұйықтау керек. Екінші тапсырма, how many hours? Кешірім сұраймын. How many hours sleep do teenagers need every night? Күнде қанша ұйықтау керек дейді. Күніне жасөспірімдер қанша сағат жазып қойдым? 8 және 9 сағат. Үшінші тапсырма, what happens at school дейді. Мектепте не болады дейді, егер сен дұрыс ұйықтамасаң дейді. Онда жазып қойдым, әрине сабақ оқи алмаймын. I can't concentrate at school and get tired. Және шаршап жүремін. Төртінші, why do teens деп қысқартып қойыпты, неге олар зиянды тамақ жейді дейді. Жасөспірімдер шаршаған кезде. Because their brain don't think about health. Себебі олардың шаршаған кезде жасөспірімдер өздерінің денсаулықтарын ойламайды. Олар тек қана сол тамақтың дәмін ғана ойлап тұрады. Барлық концентрацияны тамақтың дәміне қояды. Focus to flavor of food деп тұр, міне. Тамақтың дәміне қана ойларын, барлық ойды осыған қояды. Денсаулыққа емес. Бесінші сұрақ, what two things should you avoid to get a good night's sleep?
Қандай екі заттан қашу керексің сен жақсы ұйықтау үшін? Мен жазып қойдым, интернетте жатпау керек, және де екіншісі көп тамақ ішпеу керек. Төртінші тапсырмада сөздермен байланыстыру керек, етістіктер мен зат есімдерді байланыстыру керек. Get more sleep, көбірек ұйықтау. Concentrate in your lesson, сабақта ойды шоғырландыру бір жерге. Catch a cold, суық тиіп қалу. Watch TV, теледидар көру. Surf the internet, интернетті қарау. Have a snack, жеңіл желпі тамақ жеу деген сөз. Бесінші тапсырмада сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ: What time do you usually go to bed during the week? Апта бойы сен әдетте сағат нешеде төсекке ұйықтайсың дейді. I usually go to bed at 10 o'clock. Сағат 10-да мен әдетте төсекке жатамын. Екінші сұрақ: Do you find it difficult to get to sleep? Why not? Саған ұйықтаған кезде қиындық туғыза ма ұйықтаған кезде? Неге туғызады және неге туғызбайды? I find it difficult to get to sleep. Маған қиындық туғызатын себебі ол не? Too much work. Өте көп жұмыс істесем, мен түнде дұрыс ұйықтай алмаймын. Do you like sleeping late at the weekend? Ал демалыс күндері сен жай жатқан ұнай ма саған дейді. I love sleeping late at the weekend. Маған демалыс күндері жай жатқан ұнайды. I usually get up at 11 o'clock in the afternoon. Мен әдетте сағат 11-де тұрамын жай жатқан кезде. Төртінші: Do you think you get enough sleep? What things stop you sleeping? Сен ойлайсың ба өзін жақсы ұйықтаймын деп? Сенің жақсы ұйықтауына what things stop you sleeping? Сенің ұйықтауына кедергі келтіретін не нәрселер дейді. I don't always get enough sleep. Мен күнде әрқашанда көп жақсы ұйықтамаймын. Себебі go to bed late, төсекке жай жатам. Surf the internet, интернет қараймын. Немесе work too much work all day. Күні бойы көп жұмыс істесем, мен жақсы ұйықтай алмаймын. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.